Астана туралы. Мен айтам. Мен айтайыншы. Достар, бүгінгі тақырыпты мен айтайын. Жоқ, мен айтам. Тоқтаңдар, тоқтасаңдаршы. Мен айтайынша. Балалар, жаңа сөздерді үйренуге дайынсыңдар ғой деймін. Мына үшеуі әдеттегідей таласып жатыр. Бүгінгі тақырыбымыз Астана қаласы туралы. Олай болса, жаңа сөздерді жаттауға дайын болыңдар. Ой! Балалар, біз барлығымыз Астанада тұрамыз. Астана еліміздің бас қаласы. Жандос, бас қала деген не? Бас қала деген барлық қалалардың Әкесі, жоқ. анасы, Жоқ әрине. Бастығы? Жоқ. Онда бас қала деген не? Бас қала деген басқа қалалардың әкесі де, анасы да, бастығы да. Астана туған еліміздің бас қаласы. Біздің елордамыз Астана. Әрбір елде бас қала болады. Оларды елорда деп атайды. Қазақстанның елордасы Астана. Біздің елордамыз Астана. бізде ең әдемісі ол бәйтерек. Менің ойымша, бізде ең әдемісі ол театр. Ұлдар, мен білем. Астанада ең әдемі ол Хан Шатыр. Ең әдемі ол әуежай ғой. Тоқтаңдар. Қазір үлкендерден сұраймыз. Ата, сәлеметсіз бе? Астанада ең әдемі, ең көркем. Ол не? Сәлеметсіңдер ме, балақайлар? Астанада барлығы әдемі, барлығы көркем. Астана қаласы өзі де әдем емес пе? Өзі көркем емес пе? Астана қаласы әдемі, көркем. Сен қай қалада тұрасың? Мен Астанада тұрам. Сен қай қалада тұрасың? Мен өз үйімде тұрамын ғой. Ал үйің қай қалада? Астанада. Демек, мен Астанада тұрам. Біз Астананы жақсы көреміз. Еліміздің бас қаласы Астана ма? Еліміздің бас қаласы Астана. Кәусар, Астана кімдердің елордасы? Мен бұл сұрақтың жауабын білем. Астана қазақстандықтардың елордасы. Қайсар, сен қайда тұрасың? Мен Астанада тұрам. Асхат, ал сен Астанада тұрасың ба? Мен Астанада тұрам. Астана қаласы қандай? Астана қаласы әдемі, көркем. Бүгінгі үйренген сөздеріміздің аудармасын жаттап алайық. Астана, Астана, елорда, столица, бас қала, главный город, әдемі, красивый, көркем, живописный, жақсы көру, любить. Астана еліміздің бас қаласы. Астана – главный город нашей страны. Біздің елордамыз Астана. Наша столица – Астана. Астана қаласы әдемі, көркем. Астана – красивый, живописный город. Мен Астанада тұрам. Я живу в Астане. Біз Астананы жақсы көреміз. Мы любим Астану. Қалдарың қалай балалар? Сәлем, қазыналы кітап. Бүгін қазыналы кітап сендерге тарихта еңсегей бойлы ер есім туралы баяндап береді. Бүгінгі жорық Мәуереннахрды басып алуға бағытталды. Қалың қолдың алдында Тәуекел хан келеді. Ал оның қасындағы туған інісі Есім Батыр. Бұған дейін Есім Батыр Түркістан қаласындағы хан ордасында тұрған. Қазір ағасын қолдап жорыққа аттанып жүр. Есім Батыр бұған дейінгі бір жорықта жауды ойсырата жеңіп, ел арасында еңсегей бойлы ер есім атанған. Тәуекел хан Бұхараны қоршауға алғанда,
Есім батыр 20 мың әскерімен Самарқандты билеп тұрды. Бұл жорықта ағасы ауыр жарақат алды. Тәуекел хан өмірден өткеннен кейін халық Есім батырды ақ кигізге отырғызып хан сайлады. Есім хан қазақ хандығының гүлденуіне, оны қорғауға күш салды. Есім хан кезінде шығыстан қалмақтар, солтүстік батыстан Бұхара хандығы үздіксіз шабуыл жасап тұрды. Есім әскерлері мықты болған. Қазақ хандығын 30 жыл басқарған Есім хан елді бір орталыққа бағындырды. Есім хан күн ұзаққа қалам мен қағаз тастамайтын. Кезінде Қасым ханның қасқа жол атты алғашқы заң қалса, Есім ханның ескі жол атты заң қалды. Есім елдің ынтымағын осылайша жарастыра білді. Мінекей балалар, бүгін біз Астана қаласы туралы сөздерді үйрендік.